Өппің. Бля, қазір не деп бастарын білмей отырмын. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Бестігімізді алғашқы болып бастайтын Төреғали Төреәлінің «Қымыз іштім» деген дүниесі. Осы әнде «Қымыз іштім» деген тіркесті 33 рет қайталайды. «Қымыз іштім» деген сөзді 40 рет қайталайтындай Құдайдың қандай қарғысына ұшырады екен анау. Сан, он шықпасам ақтырма. Ішкен жегеніміздің бәрін ән қылсақ Құдай-ау көп-ақ қой. Самбука ішіп, текила ішіп, мохито ішіп, жалғастыра береміз ғой. Күш, қуып жетіп алайшы. Енді құстым деп ән шығарайық. Гүл беретіндер ғой. Гүл бермесін бе? Бестігіміздің екінші орнын Нұрболат Абдуллин мен Сара Амангелдінің «Үйге келмейсің бе» атты туындысына бердік. Әннің қайырмасына назар аударайықшы. Енді үйге келмейсің бе, маған қатты ренжисің бе, қайтып келші дейді. Өк білесің, үйіңнен кетіп қалатын не әдет ол? Не қанғу сен, не қыртымайсың маған айқадама? Бүкіл қызық қайырманың екінші шумағында. Үйге келсең кіресің бе, мекен-жайды білесің бе, айтып берші дейді. Біләден тәңірден шыққан үйіңнің мекен-жайын ұмытып қалатындай айтып берші дейді. Мекен-жайды айтып берші дейді. Жүрегің шаршады ма, жетесің аңсарыңа. Кісенді жүзік қылып тағамын саусағыңа. Есіңнен аусардай жүресің әлі шалағай дейді. Мынау лирикалық ән бе? Жоқ әлде Кайзенға апаратқандағы соңғы сөзі ме біреудің? Осы наурыздың 16-сы күні Асан Пердешев өзінің әлеуметтік желісіне «Кастапрап» деген ән жариялайды. Мен жігітпін жай ғана кастапрап, әр жұмысым бір талай ақша тұрып. Әннің о басына назар аударайықшы. Менің түсінгенімше Асан Пердешев бұл жерде Эстода істейтін көлік жөндеуші болып тұр, солай ғой? Ой, ты мой бизнесменчик. Содан покраскаға келеді дейді, покраска. Қазақтың бояу деген сөзі бар ғой, покрасканың қазақшасы бар ғой, бояу. Көлігін бояуға келді деші, тілің қисайып, тілің түсіп қала ма, жағың қисайып қала ма? Ұялмайсың ба? Пашамат! Содан анағыз көлігін бояуға қайта-қайта келе береді екен, бұл жұмысын істейді екен, анағыз тегін кетіп қалады екен. Кім лох? Бұл адам болмайды ау. Бестігімізді ары қарай жалғастыратын Ақалек жігіттің «Мен сені білемін» деген әні. Ақалек. Мынау ән тұрмақ, әннің мәтіні тұрмақ, өзінің атына да кәдімгідей фантазиясына аяқ қалған жігіт қой. Мен сені көргенмін, қай жерден көріп ем. Ақ бұлттың көгінен, аққудың көлінен. Мен сені көргенмін, қай жерден көріп ем дейді. Күлесің ба, жылайсың ба? Сен врачқа ауыратын болсаң, айтшы ауырам деп. Мен сені көргенмін, қай жерден көріп ем. Мен сізге айтайын, құрметті Ақалек мырза. Ақ бұлттың көгінен, аққудың көлінен көрдіңіз. Мен сені білемін, қалқамау гүлерін. Жоғалған жүрегім сол медің кім еді? Мен сені білемін, қалқамау гүлерін. Жақсы байланысады, кішкене енді стилистикалық байланыс бар екі сөйлемнің ортасында. Жоғалған жүрегім сол медің кім едің? Объясняй, сука! Что за хуйня? Көзімдей сәбидің кезіммен алыйма. Сәбидің көзіндей примерно пәк, таза, қақсоқпен жұмысы жоқ, адал әппақ кезін айтып тұр деп есептейік. Сондай кезінен налиды бұл. Сен басын істеме, жынтсың ба сен, е? Жігіттер-ау, Құдай-ау, түкірсең ақынға тиеді ғой қазір. Не көп, ақын көп, жаздыртсаңдаршы, шамал. Өте ерекшемін, менде ақын жер жүзінде жоқ. Қош, бестігімізді тәмамдайтын Нұрбай Атамұрат есімді жігіт және оның «Әкемнің заңы» атты әні. Біздің үйде екі ағзан көшінеген, біреу өмір, екінші әкемнің заңы. Сезім іздеп жүрегім бос қалмағанда, сені тауып алам деп бозғалдағанда. Бозғалдағанда деген не сөз? Бозғалдағанда. Ғалдағанда, бозғалдағанда. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Бұрын көрген бір қызды келін қылам деп, әкем шіркін асығыс жоспарлағанды. Мынау таза өтірік қой.
А что ж тогда как это получается тогда? Где? Получается, не сдану. Мен сылтауды жарығым әкелдім тағы. Қиындығын сезімнің көтердің бе әлі. Мынандай сөз бола ма? Да что ты, черт побери, такое несешь? Болды осымен.